Ассалаумағалейкум ой түрткінің тыңдармандары. Ой түрткінің бүгінгі кезегінде Атажұрт аңсағанын Қытайда қысымның астында тұр деген Қытай жөніндегі шағын сараптамасын тыңдайсыздар. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесі ақпанның басында Женевада жиналыс ашып, Қытайдағы адам құқықтарына саятын мәселелерді талқылады. Қытайдағы адам құқықтарының бұзылу жағдайына алаңдаушылық білдірген олар бір ауыздан нақты әрекет қолданып, Шинжаңдағы жаппай қамауға алу, қудалау әрекетін тоқтатайық деген мәмілеге келеді. Сонымен қатар алқалар кеңесі халықаралық тексеру комиссиясын құрып, Шинжаңдағы 1 миллионнан астам түркі тектес ұлт азаматтарының қамауда отырған жағдайын түбегейлі тексеруді мақұлдады. Алқалар кеңесінің келесі кезекті отырысы 25 ақпаннан 22 қаңтар аралығында өтеді. Бұл басқосуда басшысы 2018 жылы Қытайдағы адамдық құқық мәселесін тексеру жөніндегі дәкілаты талқыланады. Естеріңізге сала кетейік, 2018 жылдың қараша айында Женевада өткен Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесінің жиналысында Қытайдағы адамдық құқық мәселесі талқының тұздығы болды. Мәжілісте ақш, Канада, Аустралия бастаған 28 ел Қытайдың адамдық құқықты белден басып, аз ұлттарға рақымсыз қинау көрсетіп жатқандығын баса айтқанымен, мұсылман елдерінің түгелге жуығы Қытайдың саясатын ақтап дауыс берген болатын. Жарты айдан кейін Канаданың Қытайдағы бас елшісі бастаған 15 елдің елшілері Шинжаң ұйғыр автономиялы райондық партия комитетінің секретары Чин Чуангоға хат жазып, Шинжаңдағы аз ұлттар мәселесі жайлы түсінік беруін сұраған. Бастабында бұған да от алып қопаға түскен Қытай билігі аз уақыттан кейін өзіне жақтас елдердің елшілерін Шинжаңда тексеру, зерттеу жүргізуге ұйымдастырды. Қытай үкіметінің алдын ала дайындаған сценарий бойынша Шинжаңдағы біраз жерлерді аралаған олар Шинжаңдағы саяси үйрену орталықтарын жұмаққа теңеп, ауыз жаппай мақтап қайтты. Ізінше Қытай билігі жағынан ұйымдастырылған журналистер тобы да ештеңенің анық қанығына жете алмай, Қытайдың көрсеткенін қанағат тұтқан тұғын. Міне бұдан Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесі арнаулы комиссия ұйымдастырып, Шинжаңның жағдайын тексеруге жібергенімен, нақты жағдайды біле ала ма? Әккі Қытай билігі олардың да көзін көлегейлеп қоймас па деген ой туады. Әрине Біріккен ұлттар ұйымынан халықарадан бір емес бірнеше комиссия барса да, Шинжаңдағы нақты жағдайды біле алмайтыны анық. Себебі Женевада ашылған жиынның ертеңінде көрнеудегі үйрену лагерлерін заводтарға, цехтарға айналдырып, қамаудағы түркі қандас азаматтарын ішкері өлкелерге күнімен түрімен тасып үлгерген Қытай билігі аталмыш жұмысқа тәрбиелеу орталығына өз адамдарын қойып, тексеру комиссиясын алдап жолға салады. Тіпті жыл бойы қамауда жатқандардың киімін жаңалап киіндіріп комиссия мүшелеріне кезіктірсе де, әбден жігері жаншылып, рухы өлтірілген олар Қытайдың үйреткен сөзінен басқа ештеңе де айта алмайтыны мұнда тұр. Жақында адамдық құқық мәселесін зерттейтін бір ұйым дүниедегі елдердің адамдық құқық көрсеткішін бағалағанда Қытайға небары 11 нөмір берілсе, Тайваньға 88 нөмір берілген. Бұл салыстырма ештеңені дәлелдей алмаса да, Қытайдағы адамдық құқық мәселесінің өте ауыр екендігінің мысалы ретінде айтуға болады. Әрине Қытайдың мейірімсіз саясаты мен Ши Цзиньпиннің дара билеушілік үстемдігінен Қытайдағы ұйғыр, қазақ, қырғыз, татар, өзбек сияқты түркі халықтарынан тыс, тоңған, сала сияқты мұсылман халықтарда, Тибет, моңғол сияқты басқа дінге сенетін ұлттарда, керек десеңіз Қытайларда азап шегуде. Дін демекші, ислам дінін ежелден жау көретін Қытай билігі 2017 жылы Қытайдың орнықтылығына қатер төндіретін 26 елдің тізімдігін жасаған. Оған енген негізінен мұсылман елдері, керек десеңіз Қазақстан мен Қырғызстанда бар бұл тізімдіктің ішінде. Сонымен қатар дін биліктің басты жауы деп таныған Қытай билігі христиан дініне, католик дініне, православия дініне де жау көзбен қарап, аталған діндерге сенетін қара қытайларды да түрмеге тоғытып жатыр. 2019 жылы Қытай үшін күрделі жыл болып тұр. Себебі 2019 жылы Қытайдың өз тілімен айтқанда жаңа жүнге құрылғандығының 70 жылдығы, Бейжіңдегі оқушылар көтерілісінің 30 жылдығы, 4 май отаншылдық қозғалысының 100 жылдығы. Қазірге Қытайда үлкен толқулар туылмағанымен, Қытай билігінен іштей тыныштық кетті. Себебі Қытайдағы ірі университеттерден профессор, студенттердің Қытай билігіне қарсы сөз айтқандарын шетінен ұстап түрмеге тоғытып жатыр. Көпіршікті экономикасының желі шығып үйімілік кәсібі саласы тоқырауға тап болғалы Қытай үй сатып алу, сату саясатын неше рет өзгертіп, тиімділіктер жасаса да, шатқаяқтаған шаруашылықтың басы қайтып оңалар емес. Бұл Қытай үшін күрделі мәселе. Сонымен Қытай соңғы 10 неше жылдан бергі дүниені жаулап алып ішкі қас үнемдігін қайра тұрып,
өзінің ішкі мәселесін түбегейлі шешуге барын салып жатыр. Мұның астарында халықаралық жағдай күрделілесіп соғыс бола қалса, ішімнен от шықпасын деген үлкен жоспар бар. Әсіресе 21 жылға дейін Тайваньды қосып алуға ұзақ уақыт дайындық жасаған Қытай, алда жылда соғыс тула қалса, Шинжаң, Шизаң, Нingxia, Хонкоңнан мәселе шығуынан қатты алаңдайды. Соңғы кездері Қытайдың ең дамыған қаласы Шанхайда дербес күн көрсек деген пиғыл таныту әлемді жаулап алуды мақсат еткен Қытайдың масқарасын шығарғалы тұр. Қытайдың соңғы 20 жылда ұшқан құстай дамығаны үшін қуатты ел екені де рас, бірақ Қытайдың да осал жері аз емес. Бір ғана мысалы ақш пен Қытай арасындағы сауда соғысының өзі қаншалық сырдың бетін ашты. Шын соғыстан да қатерлі бұл түтінсіз соғыс Қытайдың менменсіген десін басты. Халықаралық қоғаммен санасу керектігін де нақтап түсіндірді. Демек, Қытай қазіргі билік жүйесін, қазіргі құрылымын сақтап тұрып, мәңгі қуатты ел болып тұра алмайды. Оған ақш та жол бермейтіні анық. Бұған ақш президенті Трамптың жақында Қытай сауда соғысында бізбен бір пікірге келеміз десе, сөзсіз құрылымдық реформа жасауы керек деп мәлімдеме жасағаны айғақ.